Менің атым Асхат, жасым 38-де, әйелім 2 қызым бар. Құдайға шүкір. Олар үшін менің мәртебем зор. Ура! Знаки подкаблучник. Ешкімге айтпай жүре ме? Жыл сайын ауылға барып, әкемді туған күнімен құттықтаймыз. Бұл күнді асыға күтемін. Бармай қойса қайтеді. Арман мен Әрсен атты ағаларым бар, біз өте татумыз. Әйелің бейгөшесін көтерімде әбден жүген жұқарып бітті. Қараңдар міне, кім мықты болған. Бала кезден өз кімнің кім екені белгілі болды ғой, иә. Ағаларың демеш маған, бар тұрған ақымақты. Мұның бәрі әкемнің тәрбиесі. Тойдан кейін мына келді. Көтіне тұғанын ұқтың ба? Ата-анамыз бізді жақсы көреді. Біз оларға тым жұмсақ болған сияқтымыз. Ағашқа байлап, шыбықпен жан шығарып тұрып сабау керек еді. Бірақ кейде түсініспеушіліктер болып тұрады. Ұсақ тек нәрсе ғой, ештеңе емес. Осының бәрін бүлдірген сенсің. Қонақтар келді. Я, әрине, ел біліп қоймасын, қонақтардан ұят болады деп қазір жарамыз жасырамыз. Тағда ма? Ал мына жақта біздің өміріміздің астан-кестен болып жатқан ешқайсының шаруасы жоқ. Қандай жағдай болмасын, біз әр кезде де біргеміз. Бәрі де басқа жанұяларда сияқты. Солай емес пе? Күшті. Ең керемет туған күн болды.